Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Дина Мұхатай. Бүгін біз көпшілік біле бермейтін, бірақ өте маңызды тақырыпты қозғаймыз. Яғни D витамині тапшылығының ерекше симптомдары жайында. Көп адам D витамині жетіспесе, тек сүйек ауырады, немесе кальций жетіспейді деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде оның әсері әлдеқайда кең. Ағзамызда шамамен 25 мың ген бар, және олардың едәуір бөлігі D витаминіне тәуелді. Ендеше, ең ерекше белгілерден бастайық. Бірінші, бастың терлеуі. Әдетте бұл нәрестелерде байқалады, бірақ жасөспірімдер мен ересектерде де кездеседі. Егер сіз немесе балаңыз әсіресе бастан көп терлейтін болса, бұл D витаминінің жетіспеушілігінің белгісі болып табылады. Баста тер бездері өте көп, сондықтан вегетативті жүйке жүйесі арқылы бас қалыптан тыс көп терлеуі мүмкін. Екінші, түнгі тершеңдік. Салқын температурада да түнде терлеу байқалса, таңертең жастықтың дымқыл болуынан аңғаруға болады. Әсіресе түнде қатты терлеу D витамині тапшылығының белгісі. Үшінші, көңіл күйдің тұрақсыздығы. Адам бір сәтте қуанышты болып, кейін тез ашулануы немесе мұңға түсуі мүмкін. Себебі D витамині көңіл күйді реттеуге қатысады және эмоцияларға қатты әсер етеді. Егер эмоциялар жиі өзгеріп тұрса, бұл да тапшылық белгісі болып табылады. Төртінші, прокрастинация, яғни істі кейінге қалдыру. Адамда мотивация төмендеп, ештеңеге қол жеткізіп жатқандай сезінбейді. Таңқаларлық болса да, мотивация да D витаминімен байланысты. Бесінші, паникалық шабуылдар. Паникалық шабуыл дегеніміз адамның қатты қорқуы немесе себепсіз қатты уайымға түсуі. Сондықтан мұндай жағдайда тек дәрі іше салмай, ағзада D витамині жеткілікті ме, соған да мән беру керек. Алтыншы, сүйек ішіндегі сыздаған ауырсыну. Жамбас, бел, бүйір, тізеден жоғары аяқтарда байқалады. Бұл жағдай стеомаляция деп аталатын аурумен байланысты. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл сүйектердің жұмсарып, әсіреп кетуі. Оның басты себебі D витаминінің жетіспеуі. Себебі D витамині кальцийдің сүйекке дұрыс сіңуіне көмектеседі. Егер D витамині аз болса, кальций сүйекке бармайды. Соның салдарынан сүйектер әлсірейді. Қазіргі кезде бұл мәселе жиі кездеседі. Жетінші, бұлшықет әлсіздігі. D витамині кальциймен тікелей байланысты. Кальций бұлшықеттердің жиырылуына және қалыптасуына қажет. D витамині жетіспесе, кальций де жеткіліксіз болады. Нәтижесінде бұлшықеттер әлсірейді. Әсіресе аяқ пен иық бұлшықеттерінде байқалады. Сегізінші, буындардың сіресуі, қимылдың қиындауы. Көбінесе тізе мен саусақ буындарында байқалады. Себебі шеміршекке D витамині қажет, ал ол жетіспегенде қабыну пайда болады. Әсіресе жүктеме көп түсетіндіктен тізе, бел және компьютерде көп жұмыс істейтін адамдарда саусақтар зақымданады. Бұл жағдай остеоартрозға әкеледі. D витамині шеміршекті, сондай-ақ сіңірлерді сақтау үшін өте маңызды. Қабырғалар да төс сүйек пен шеміршек арқылы байланысқан. Сондықтан бұл аймақта да ауырсыну сезіледі. Сондықтан тек D витаминін қабылдау ғана емес, созылу жаттығуларын жасауда маңызды. Кеуде қуысы ашылып, дұрыс қалыпқа келеді. Әйтпесе, қабыну салдарынан адам еңкейіп, бүкірейіп кетеді. Тоғызыншы, созылмалы шаршау. Бұл жасушадағы энергия өндіретін құрылымдар митохондриялармен тығыз байланысты. D витамині осы энергетикалық станциялардың жұмысын қолдайды. Ол жетіспесе, ағза жеткілікті энергия өндіре алмайды. Оныншы, ойлау жылдамдығының төмендеуі, яғни ми баяу жұмыс істейді. Компьютерде тым көп бағдарлама ашылып тұрғандай сезім пайда болады. 11-ші, тоймау сезімі. Тамақ ішсеңіз де тоқтық сезімі болмайды. Яғни D витамині аз болса, адамда артық тамақ жеуге бейімділік пайда болады. Сондықтан D витаминінің деңгейін тексеру өте маңызды. Егер төмен болса, оны толықтыру қажет. Сонымен қатар, оның жақсы сіңуі үшін магний, К2 витамині, мырыш және B6 витамині қажет. Қан талдауында D витамині көбіне төмен болып шығады. Мысалы, 20 немесе одан да төмен. Егер осындай нәтиже шықса, әдетте D3 витаминін қабылдау ұсынылады. Кей адамдар деңгей тез көтерілсін деп жоғары дозалар қолданады. Мысалы, күніне 10 мың, 20 мың единица.
Мұндай дозаны олар уақытша ғана витамин деңгейі қалыпқа келгенше ішеді. Бірақ маңызды нәрсе бар. Дозаны өз бетімен ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде қабылдауға болмайды. Әдетте дәрігер бақылауымен және қайта-қайта қан тапсырып отырып қабылдайды. Себебі D витамині майда ерітін витамин, яғни ағзада жиналып қалуы мүмкін. Сондықтан дұрыс мөлшермен бақылау өте маңызды. Қарапайым айтқанда, алдымен анализ тапсырады, кейін жетіспесе D3 ішеді. Дозасы мен уақытын бақылап отырады. Қайта анализ арқылы деңгей тексеріледі. Тағы бір маңызды нәрсе – күн сәулесі. Күнге шығу D витаминін алудың табиғи жолы. Егер сізде жоғарыда айтылған белгілердің бірнешеуі бар болса, бұл жай сәйкестік емес. Денсаулығыңызға бейжай қарамаңыз. Кейде мәселенің шешімі өте қарапайым болуы мүмкін. Келесі видеоларда осындай пайдалы тақырыптарды жалғастырамыз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.